Құрметті ағайын, былтыр 2025 жылғы көрсеткішке қарайтын болсақ, соңғы 7 айлықта Қазақстанға шетелден 135 мыңға жуық автокөлік тіркелген екен. Бұның ішінде Грузия бар, Корея бар, Қытайымыз бар, және де Дубайдан келіп жатқан автокөліктер. Құрметті ағайын, дәл қазір біздер өздеріңіз көріп тұрғандай Грузия елі Рустави қаласы автопапа базарында тұрмыз. Өткен жол өздеріңізге айтқанмын, 8 қаңтар автотур деп. Мен 7 күні ерте келіп алдым, ертең 8 күні келетін жігіттерді күтіп аламыз. Қосымша тапсырыстарымыз бар, келіп Алматыға, Ақтөбеге, Астанаға, Семейге және де Атырауға көліктерді жеткізетін боламыз. Ендеше достар, армысыздар. Эфирде мен Досбол Арыстанбек. Кезекті жаңа маусым 2026 жыл қаңтардың 7 жұлдызы. Достар, біз бастаймыз. Бастай, құрметті ағайындар, автопападан жаймен нарықты көре бастаңыздар. 2026 қаңтардың 7-сі деп бағаны айттық. Жылдың басы, базарда жан адам жоқ деп айтсақ болады. $31 мың. 2000 қай жылғы? 2022 жылғы бізде Third Offroad $32 мың тағы біреуі тұр. 2020 жылғы бұл Third Pro. Арғарата, енді бұл көліктерге асағат қызыға бермейміз. Алдыға қарай жүрейік, жаймен бағаларды салыстырмалы түрде көрейік. Бағалар енді қазір бұл жерде беташар деп айтайық. Бірақ дегенмен де нарықта адам болмағаннан кейін менің ойымша осыған дейінгі тәжірибеге сүйенетін болсақ, жалпы қаңтар ақпан айларында адам жоқ болғаннан кейін бұлардың да сатуға деген ниеттері жоғары, сол үшін саудаласып береді. 21.500 деп көрсетілген 2022 жылғы. Бұлардың бәрі орыстардың нарығына жасалған, бірақ осы жерде айта кетейін. Орыстардың осыған дейін мүмкіндік берген растамошка бойынша. Олар келді, қыркүйек айынан бастап қазан-қарашаға дейін өте қатты белсенді тасыды орыстар. Бірақ қазір 2026-тан бастап оларға жаңа меже орнатылды. Яғни объемға қатысты емес, олар енді аттың күшіне қарайтын болды. Яғни 160 аттың күшінен аспау керек. Асқан күннің өзіне растамошка өте қатты қымбат болып кетті. Сол себепті олар 160 аттың күшіне дейінгі автокөліктерді іздейді. Бұл біздер үшін керемет нәрсе. Өйткені қыркүйектен бастап қарашаға дейін орыстар қаптаған кезде саудаласудан қиын болып кетті. Өйткені келіп олар жаппай сатып алып жатты. Әсіресе Шешенстаннан, Дағыстаннан келген жігіттер сол Ресейдің нарығына көптеген көліктерді сатты. Сондықтан да қазір базар бос. Енді қазір нарықты көреміз, сосын бір шешім қабылдаймыз. Мен кеттік Forester, бізде $15.500. 2024 жылға 3 жылдыққа кіретін автокөлік достар. 15.500 дейді. Осыны 13-ке 12-ке алатын болсаңыздар, 3 жылдыққа кіретін автокөлік. Біріншіден көлігіңіз жаңа, және де қосымша құжатына қатысты да арзан шығады. Ары қарата BMW 29.500 2020 жылғы 2 объеммен X5, X5 X5-ді бір көрсетіп өтейік. Так, бұның бағасы бар екен, бағасы бар екен. Проекциямен $13.900 2014 жылғы 3 объеммен 4 жетекті. Ары қарата бізде K5. Бұл шанақтар Грузияда жоғалып кеткен, бірақ қазір қайта пайда бола бастапты. 27 мың мельмен 1.6 қозғалтқыш күшімен 2021 жылғы бағасы жоқ. Volkswagen 10.800. Бұлар да тұрақтап қалды. 16.500 деп көрсетіпті. Мынау 16.000. Мынау Hyundai Kona бізде қазақстандық сборка бойынша 13.700 2022 жылғы 2 объеммен. Ары қарата ассистент бізде 7 адамдық $25.000 деп тұр. Бұлар соңғы шанақ. 45 мың жүрісімен көрсетілген екен. Бізде BMW 2 объеммен 2017 жылғы $18.000. Так, бізде бұл дизель қозғалтқышпен, дизельге біздер асағат жолай бермейміз. Lexus бізде $34.000 2021 жылғы 3.5 кубпен. Так, бізде Палисадтарда Грузияда асағат көп емес. Бұл 24 жылғы 3.8 объеммен $58.000 деп көрсетілген екен. Ары қарата бізде RX-тарымыз. Ассалаумалейкум. Жақсы өздерің $38.000. Lexus 2023 жылға $38.000 дейді. Светті өте әдемі екен. Так, мына 55-ті көріп өтейік.
2016 жылғы 12 мың доллар дейді. Енді асқақтап бағасын айтып отыр, бірақ бұл қарашаның өзінде де 12 мың долларға өтпеген, сондықтан да бұның бағасы қазіргі уақытта мынау енді максималды комплектация беріп отыр. Лобовойынан бастап өзінің оригинал тұр екен, яғни бесключевой доступ, пуш старт бар, үлкен экраны бар, астыңғы орындықтары қызады, толықтай кожа, төбеде люгі бар, дисктарын көріп тұрсыздар. Дисктарда осы XSE-ге арналып, XLE-ға арналып салынған арнайы дисктар. Сол себепті жалпы комплектация бойынша жақсы. Тек жүрісі қанша екен көрсетілмеген. Енді есі жоқ екен. Жалпы 12 мың десе де 9 мың 8800 беретін бағамыз бұларға енді. Сонымен Subaru Outback бізде бағасы 15 жылғы көрсетілмеген. 13500-ге 54 мың жүрісімен 2020 жылғы тұр. Бұл тағы да түсіп беретін болса 11-ге алатын болсаңыз өте жақсы. Мінекей тұрысын көріп тұрсыздар өздеріңіз. Black Edition қақсап тұр. Жанында сәл жасылдау түспен тұрған, өзі бір Subaru өздері бір түстерді жақсы көреді, әр түрлі түспен шығарады. Бірақ өздеріне жарасымды. Subaruға біздердің көзіміз үйренген. Егер Toyota осындай жасыл қылып шығаратын болса, адамдар сәл бір түрлі қарар еді, бірақ Subaru өзінің аудиториясын деп айтайық, Subaru сүйер адамдардың барлығын осы түстерге үйретіп алды. Мына 17 мың жүрісімен 2023 жылғы 15500 дейді. Бұл тіпті әдемі 17 мың жүріспен біздің Қазақстанда табу өте қиын, өйткені біздің Қазақстанда жүріс көп, жұмыс көп, тіршілік көп. Мынаның пробегі жүрісі қанша дедік? 54 мың. Ал мынау 17 мың ғана жүрген екен. 15500 дейді. Бұл енді шамамен сол 13-ке 12-ке беріп қалатын шығар шамамен. Сондықтан да баға жақсы, көліктің өзіне әдемі десек болады. Арғарата мына Хайландерді көріп өтейік. Енді Хайландерларда біздің қоғамның арасында сүйікті көліктердің қатарына кірген. Бағасы жазылмаған. Тұрғанына біраз болған сияқты. Бұның да бағасы жоқ. Өйстіп енді бағаларын көрсетпей бастайды. Мына XLE комплектациясында үшеуінің иесі бір сияқты. Бағасын сол өткен жолғыдай айтқандай әуретшор сияқты не үшін жасырып қоятын мен түсінбеймін. Бізде TRD Offroad 4Runner 23500, 50 мың жүрісімен 2021 жылғы бағасында 23500 деп көрсеткен екен. Жанында BMW тұр екен. Бағасы өкінішке орай көрсетілмепті. Қатарласып мына жерде екі Outback тұр екен. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Хаки цветті түсі, яғни өте әдемі. 2023 жылғы 2.5 объеммен 20500 доллар деп көрсетілген. Комплектациясы да жаман емес, өте жақсы. Екінші 21500 деп көрсетілген, бұл 2023 жылғы. Достар, 23 енді 3 жылдыққа кірмейді. Осыны ескеруіміз керек біз. 21500, 20500 деп тұр. Бұл не себепті? Бұл жерде Carfax'ына қатысты бағалары және де оның пробегіне, жүрісіне байланысты болады. Бірақ екеуінде комплектациясы бір. Мынаның іші ашықтау түсінен болатын болса, мынаның іші толықтай қара кожадан. Түрі өте қақарлы көрінеді. Яғни мына кроссовер іздеген адамдар үшін мына Outback'тардың асты биіктігі қазір Хайландерлардан төмен емес. Яғни тауға да, бауға да, қалаға да, далаға да айдауға тамаша мүмкінді көліктердің бірі. Subaru'ды қазақтар тұшында ала бастады. Есіктер енді жабық тұр екен. Шен қара түсінен болса, мынаның іші ашықтау түс екен. Бағалары саудаға келеді. Мен ойлаймын, бұл артта бір 18 мыңға, 17 мыңға келетін болса, өзінің әдемі бағасы деп ойлаймын. Жетпістердің де жанынан айналып өтуге болмас. Мына 70 әдемі, тұрысы әдемі екен. 2019 жылғы бағасы көрсетілмепті. Неге екені белгісіз. SE комплектацияда, бірақ тұрысы, зазорлары әдемі тұр. Цветі де өзіне сондай бір әдемі шақ келетін түстердің бірі. SE комплектацияда, бірақ бағасы өкінішке орай жазылмапты. Әлден артық қараймыз, сосын 70-тердің бағасы қанша болып атқан қосымша көреміз. Енді мына жақта Grand Highlander. Grandтың бірақ комплектациясы сәл төмендеу екен. 45 мың доллар. Бұлар 2.4 объеммен жүреді. 16 мың миль жүрісі бар деп көрсеткен екен. Және де жанында Ascent тұр. 21500, 53 мың жүрісімен. Бұның Carfax'та жақсы екен. 21500 сәл енді қаттылау айтып тұр. 21 жылғы. Бірақ енді саудасы 18-ге, 17-ге баратын болса, жылына Carfax'ына сай, пробегі де 53 мың, яғни жақсы тұр екен. Комплектация Limited, 360 камерасы бар, төбеде панорамасы бар, бесключевой, пуш стартымен 7 адамдық
деген сияқты. Әдемі бір Subaru Limited'тің Touring екен даже бұл максималды комплектация ретінде. Бірақ проекция көрінбейді. Мына Хайландердің жанынан өтіп кете алмадым. Limited комплектациядағы Хайландер біздерде рестайл кузовпен 5 повреждений деп көрсетілген екен. 2018 жылғы 8 ступка, яғни 8 сатылы, $21,000, 3.5 объеммен 4 жетекті максималды комплектация. Яғни Limited қой, бұлар енді платинумдар асағат көп кездесе бермейді. Бұлардың көбінесе Limited ретінде жүреді бұл шанақтарда. Яғни көрінісі өте тамаша тұр. Артқы парктрониктары, төбеде біздің люгіміз, push-start, бесключевой доступ. Тұрысы жақсы. 21 деп сәл қымбатырақ айтып тұр, бірақ менің ойымша бұлардың бағасы $17-18 кеп қалады деп ойлаймын. Так, достар, Сиенаны көрсетіп өтейік. $13,500. Так, 126,000 пробегімен, мынау қателеспесем 15 жылғы ғой деймін. Сиена жақсы көретін адамдар үшін. Спорттейждар көбейе бастапты, достар. Саренталар $21,000, 2.5 объеммен 80,000 миль деп көрсеткен екен. Арғаратта Хайландер гибрид. Бұның бірақ Carfax'ы маған ұнаған жоқ. Мен заказбен гибрид іздеп жүрмін. 26,700 деп тұр, 87,000 миль жүрісі бар. Тағы мінекей Сарента $21,000, 140,000 миль бар. Жүрісі 2021 жылғы. Одан арғаратта Сиена 10,700, 3.5 объеммен 2015 жылғы. Арғарата кеттік, Outback тұр бізде мінекей $7,500, 2.5 объеммен. Мыналар енді сынады енді бұлардың тұрғанында біраз болған. 7,500-ге мінекей тағы бір Subaru тұр. Бірақ бұл Subaru біздің нарыққа асаға тікіре қойған жоқ. Бірақ енді бағаларының арзан болғаннан кейін халық жаймен алып бастады. Келесі Сарента бізде $21,000, 2021 жылғы, 2.4 объем екен. Арғарата кеттік, 7,500-ге, мына бір 2014 жылғы 50 тұр. Түрі бірақ әдем екен, короче. Әппақ болып тұр екен. Арғарата кеттік. Мына RAV4-ті көрсетіп жіберейін. Бұл RAV4 не дейді екен? Бұның бағасы $12,500, 140,000 жүрісі бар, 2017 жылғы рестайл, бірақ комплектациясы керемет емес. Арғарата кеттік. Мына Lexus $40,000, 23 жылғы. BMW бізде $11,900, 2017 жылғы. Malibu $10,200. Мына Малибулардың бәрі орыстардың рыногына келген болатын. 1.5 қозғалтқышпен 2022 жылғы. $10,300, 23 жылғы. 1.5 қозғалтқыш күшпен. Бұлар Малибулар. Арғарата мына жағында көрсетейін. Tucson тұр екен. $10,900-ға 2017 жылғы. Mercedes $35,000, 2021 жылғы 2 объеммен. И және де Sienna гибрид. Мына шанақтағы гибрид. Sienna бұлардың бәрі гибридпен шықты. 2.5. Бұлар негізі 3.5-пен көбісі алып үйренді. Ал мынау 2.5 гибрид. Бұларда тамаша, шанағы өте әдемі шыққан. Ішкі дизайнын көретін болсаңыздар, енді өзіңіздің үйіңізді осы көлікке айырбастап жібергіңіз келеді. Енді сондай дизайнын жасаған. Ішінің кеңістігі, бұның ұзындығы, бұның жүрісі, бұның тартысы, бұның дизайны, бұның жаңағындай шығыны, жанармай бойынша бәрі келісіп тұрған нәрсе. Сондықтан да бір өзінше бір үй десек болады. Жаңа бұл саяхат жақсы көретін адамдар, ары бері жүрген жақсы көретіндерге ең бір таптырмас көліктердің бірі. Осы бір Sienna жаңа шанақтағы деп айтар едім. Бұның бағасы $27,500, 2021 жылға. Ал енді NX-тардың тағдырын айтайын. Өткен жолы қараша, қазан, қыркүйек айларында бағана айттым ғой, орыстардың осы жерде қара құрттай қаптап жүрген сәттерінде NX-тардың бағасы аспандап кеткен болатын. Енді сұмдық NX-қа деген конкуренция, бәсеке деген сұмдық болды. Орыстар кеп бұны кәдімгідей тегін беріліп атқан нан сияқты алды десек болады. Бірақ енді қазір орыстардың тағдыры шешілді, сол себепті бұлардың бағасы енді құлдырай бастайды. 2021 жылғы гибрид 2.5 деп көрсеткен екен. Бірақ бұлардың көбісі негізі 2 болып көрсетілетін еді. Сондықтан да бұлар 2.5 деп сәл мен таблоға қате жазған деп ойлаймын. Өйткені NX 300 гибрид деп берген, бұлар негізі 2 объеммен жүру керек еді. Есіктері жабық екен, іші полностью қоңыр кожамен жасалған екен. Мінекей достар, бағанаға айтқан Sienналардың тағы екеуі тұр екен. Екеуі де гибрид, екеуі де әдемі кейіпте тұр, бірақ бағалары көрсетілмеген. 21 жылғы, ал мынау бұл да 21 жылғы. Тіпті қағазы да бірдей, екеуінің иесі бір екеніне сенімдімін.
тіпті қағаздың өзінде үнемдеп жай ғана А4-ке жазған. Ал әйтпесе мына автопапаның қағазын сатып алатын болса ол да ақша. Сондықтан да кәсіптен шығынның үнемнің не екенін біліп жүрген адам екен көрініп тұр. Жуып шайып адам келген кезде көзіне көрнекі болатындай, қай жерде царапка бар, қай жерінде царапкасы жоқ, жаңа сырықтары. Соның бәрін көзімен көрсін, зерделесін, қарасын, сараласын, сосын сатып алып рахатын айтасын деп кәдімгі көлікпен айналып жүрген адам екен көрініп тұр енді. Кейбіреулер болады, не жуылмайды, не сүртілмейді. Одан қалса бағасын айқайлап айтып тұрады мысалға. Мінекей, мынаның да иесі осы бәрі қатарлап жуылып тұрған көрініп тұр. Үш көлік бір адамдық сияқты. Так, алдымызда Ascent бізде 52 мың пробегпен 2.4 мотормен 2020 жылы 17.500 дейді. Бұл да бір лимитед комплектациялардың бірі. Жақсы комплектация 17.500 дейді. Ары қарата олдбак бізде 2017 жылы бағасы берілмепті. Мына 55-тің бағасы $7.000 2016 жылғы. Бұлар да кезінде шарықтаған көліктер еді. Мінекей $7.000 өздеріңіз көріп тұрсыз. Бұл жердегі старт бағалардың бәрі далбасалай береді. Старт бағаға қарамау керек. Неге? Өйткені бұлардың автокөліктердің келгеніне нарыққа, мысалға ол қараша немесе желтоқсан айында келуі мүмкін бұл жерге сатылуға. Сәйкесінше сол кездегі нарықты көрсетіп қояды. Бірақ енді өз көзіммен көріп отырмын. Біздер тіпті ұшақпен келген кезде 30 адам келдік. Бір ұшаққа отырған кезде ұшақтың бұл 30-ның бәрі де көлікке келетқандар емес. Бұл жерде местный грузиндар келетті, әзірбайжандар келетті, жаңа Қазақстанға шаруалармен барған, саяхаттап жүрген демесе. Одан кейін Грузия арқылы Европаға, Турцияға кететін транзиттік адамдар көп. Сол жерде қазақтардың өзі де Европада жұмыс істейтін біраз жігіттермен жолықтық. Сол жерден ары қарата Грузия арқылы кетіп баратыр. Демек, менің байқағаным 8 адамдай ғана жалпы осы Грузияға көлік алуға келе жатты. Олардың бәрі де осында көбінесе келіп кетіп жүрген жігіттер. Кәдімгі бет-жүзі таныс деп айтсақ болады. Ал енді өз бетімен келіп жүрген адам жоқ бұл жерде. Қыстың күндері сезон емес, сол себепті старт бағаға мән бермейміз. Өйткені ол бұрын жазылған баға. Қазір нарық тұрып қалғаннан кейін саудаласу мүмкіндігі болады деп есептеймін жеке басым. Енді заказға келіп отырмыз. Бұйырса 7 заказым бар, Алла қаласа. 7 заказым бойынша қазір осы базарды кезіп, бәрін қарап, зерделеп, саралап жүрген жайым бар, құрметті ағайындар. Бұрындары осы Грузияға Ақтау арқылы ұшқан кезде бір самолет келетіміз. Бір самолетте кәдімгі 150-160 адамдай болатын. Ал енді қазір 30 адамның 8 ғана Грузияға келетір. Осы бір көрсеткіш десек болады. Қыстың күндері мұнда адамдардың келмейтіні. Сәйкесінше сауда болады деп ойлаймын. Және де бұрын жаздың күндері адамдар көп келсе көліктерді сатып алады да, таңдау азаятын болса, қыстың күндері қосымша таңдауда көбею мүмкіндігі жоғары деп болжаймыз. Достар, бүгінге тәмам. Бұйырса ертең қосымша тағы да нарыққа шығып, ертеңгі 8 қаңтар күні тағы да қосымша сіздер үшін видео түсіретін боламын. Ендеше лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Достар, жеңісті күндерде жолыққанша.